Алладан басқа жоқ Тәңір Мұхаммед оның елшісі. Оқысаң Құран тәп-тәуір жаныңның жалғыз емшісі. Адамның бәрі жат бауыр, заманның сол ғой кем тұсы. Болуы қиын хаққа құл ібіліс болса көршісі. Жер бетіндегі көп қабір пенденің алған елшісі. Құлдың да құлдан нес артық, нәпсісін түгел тиіс артық. Намазын оқып 5 уақыт, иманын кәміл жиыс артық. Қиямет күні құлдым деп Алланың өзі сүйіс артық. Жәннатта ғұмыр кешерсің, көңліңде сонда күй шалғып. Анаңның әппақ сүтінен жұмақтың жұпар иіс аңқып. Алхамдулиллахи Раббил аламин. Вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Құрметті білім жолындағы шәкірттер, Аллах Тағала баршаларыңыздың осы білім жолындағы қадамдарыңызға нұр жаудырсын, ниеттеріңізді күшті қылсын. Аллах Тағала ерік-жігерлеріңізді арттырсын. Бүгінгі біздің сіздермен сөйлесетін, имандасатын тақырыбымыз жалпы осы Рамазан айына бір дайындық жасау. Осы Рамазан айының оразасы туралы сіздермен сұхбаттасқанда, имандасқанда осы аяттардың төңірегінде болуын дұрыс көрдім. Алла Тағала өзінің Құранында өте бір маңызды рухани мағыналармен бізбен бөліседі. Иншалла солардың төңірегінде сіздермен имандасамыз. Алла Тағала баршамызға осы аяттардың пайдалы білімін, рухани сезімін, тақуалығын, күллі жақсылықтарын нәсіп етсін. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману. Ең бірінші сөзге назар аударсақ, ей иман келтіргендер. Ей адамдар демей Алла Тағала, ей иман келтіргендер. Жалпы адамды мына бүкіл бізден қаншама ірі әлем бар. 7 қабат аспан, мына дүние аспанының өзінің қарайтын болсаңыз шегі жоқ біз үшін. Осы бүкіл әлем адамзат үшін жаралған. Осы адамның, мына кішкентай адамның жердің бетіндегі. Алла Тағала өзі айтқандай, хулиқал инсану даифа, өте әлсіз жаралған адамның қызметіне бағындырылған. Ал адам сол Алланың өзіне бағынышты болу үшін, соған бойұсыну үшін. Яғни Алла Тағала сізге, бізге, мен сені өзім үшін жараттым. Күллі нәрсені сенің қызметің үшін жараттым деп тұр ғой. Енді осы адам, кішкентай адам, осы адамды құнды қылып тұрған нәрсе мына бүкіл әлемде. Тек қана иман. Сондықтан да Алла Тағала бізбен сөйлескен кезде біздің нәпсіміз жайына қалатындай. Өйткені Алла Тағала бізге өзінің керемет білімін үйретеді. Бізге белгілі бір нәрсені бұйырады, белгілі бір нәрседен тыяды. Бізді жайдан жай қалдырмайды. Бізді үлкен өзінің бір тәрбиесіне алуды қалады. Міне сол тәрбиеге жауап беру үшін, ей иман келтіргендер деген кезде біз былай құлағымызды түреміз Алла Тағалаға. Құлақпен бірге жүрегіміз түріледі. Неге? Өйткені осы жүрегімізде орын алып тұрған иман осы. Мысалы бұл нәрсені біз түсіну үшін тағы мына құндылығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям еске алайық.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға осы Құран аяттары түсіріліп жатқаннан кейін, арада біраз уақыттар өткеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ойланады. Мына қасиетті Құран болмаса, адамзаттың күні не болмақ? Алланы қалай таниды адам? Дүниеге келудегі түпкі мақсатын қайдан таниды? Бақыттың ақиқатын қайдан таниды? Ақырет, мәңгілік, не жақсы, не жаман? Алланың білімімен қайдан танысамыз? Алланың қасында не жақсы, не жаман? Жалпы адам не үшін жаралған? Адам қандай міндетті осы өмірінде арқалау керек? Қаншалаған осындай бір сұрақтар бар. Қаншалаған осындай нәрселерге пайғамбарымыз көзі жетіп, мынау Құран болмаса, мына адамның жер бетіндегі өмірі заяға кеткен өмір болмақ. Сондықтан соны түсіндіріп, тағы түсіндіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Шура сүресінде былай деп айтады. «Ваказалика аухайна илейка рухан мин амрина». Ва пайғамбар, міне дәл осылай өзіңе уахи етіліп жатқандай, қараңыздар. Біз саған өзіміздің әмірімізбен рухты уахи еттік дейді. Құранды не деп атады? Рух. Құрансыз өлісің деді ғой. Өйткені Құран күллі қымбат нәрсені алып келді. Жер бетіндегі адам баласы дүние білімінде қандай шекке жетсе де, қандай шыңына жетсе де, күллісі жабылып, Құран әкелген нәрсені ешқашан әкеле алмайды. Осыны түсініп отыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Біз де осы нәрсені түсіну керекпіз. Сондықтан жаңағы аятта айтады, осылайша біз саған өз әмірімізден, о пайғамбар, рухты уахи еттік. Рух деген нәрсе тәнді, естіп тұрған нәрсе тірілтіп. Адамның ішінде рухы бар, тәнді тірілтіп тұрған. Ол жеткіліксіз дейді Алла Тағала. Ол тек тәніңді тірілтіп тұр. Маған сенің ақиқатыңды, сені тірілтетін нәрсе керек. Сен менікі болу керексің. Мене иман келтіргендер деген кезде, Раббым, не бұйырасың? Қажылықтағы сөздер сияқты. Ләббайк, Аллахума ләббайк. Ләббай, алдыңда тұрмын, Раббым, не бұйырасың? Бұйыра қойшы, Раббым, істейін. Мен сенікімін. Сен менің қожайынымсың. Осы нәрселер пайғамбарымыздың бойында, және оған ерген сахабалардың бойында пайда болып жатты. Сондықтан тірілу, соны аталып, Құран сенің рухыңа кірді. Құран сенің рухыңмен байланысып отыр. Бүкіл тұла бойың, тәнің, көру мүшең, естуің, жүріп тұруыңа дейін әсер етеді. Қарашы Тағала қандай керемет. Мүлде басқа адамсың. Иман деген нәрсе қандай. Сондықтан келесі сөзінде айтады. Мә күнтә тәдри мәл китабу вәләл иман. Уа пайғамбар, бұл Құран саған түсірілгенге дейін сен иманның не екенін білмедің. Сен кітаптың не екенін білмедің. Сол китап және иман деген сөзді естеріңізде ұстап отырыңыздар. Бұл екеуі өмір бақи сіздің өміріңізбен тығыз байланысты болады. Егер иман мен кітап сіздің рухыңызды билесе, тақуалық деген жеміс шығады. Тақуалық деген жеміс шығу үшін не керек екен? Иман және кітап. Міне содан алыс кетпейміз. Қараңыздар. Я айюхаллазина аману. Ей иман келтіргендер. Я Раббымыз. Алдыңда тұрмыз, не бұйырасың? Кутиба деген, жаңағы кітап деген сөз осыдан алынған. Біз оны парыз етілді деп отырмыз ғой. Парыз етіп жазылған. Парыз етілді деген бір сөз бар мысалы. Фиқта біз білеміз. Жазылған деген мағынасын қолдансаңыз, маңдайыңа жазылған. Ешқашан өшпейді оны атқармасаң. Мойныңда. Сен одан ажырай алмайсың. Қанша қашсаң да, орындамайым десең де, ол саған кутиба жазылған. Алейкум.
Кітап деген нәрсені енді көріңіз. Пайғамбарымызға жаңа айтты, сен кітаптың не екенін білмедің. Сен білмедің, саған бұйрықтар болады, тыйымдар болады. Иман дегеннен кейін оны кемеліне жеткізу керекпіз. Кутибе алейкумус сиям. Сендерге ораза парыз етілді. Болды, Алла тағала шешті. Кама кутибе алаллазина мин qablikum. Өздерің тарихта оқығандай, сендерге дейінгі үмбеттерге де оразалар парыз етілгені секілді. Ей Мұхаммед пайғамбардың үмбетінен болған иман келтіргендер, сендерге де ораза парыз етілді. Раббымыз бұл оразаның парыз етілудегі мақсаты не? Лағаллакум таттақун. Лағалла деген сөзді өздеріңіз білесіздер араб тілінде, е? Бұлай тікелей біз аударатын болса, бәлкім тақуалардан боласыңдар. Біз көбінесе тәпсір кітаптарында тақуалардан болуларың үшін деп түсіндіріледі. Неге бәлкім деген нәрсені қосады? Бәлкім тақуалардан боласың, бәлкім болмайсың. Өйткені бұл оразаны сен қалай көтересің, соған байланысты. Ал оразаның саған парыз етілудегі мақсаты түп-түбінде тек тақуалыққа жеткізу. Тақуалық халі. Тақуалық деген кезде көбінесе енді кітаптарда Алладан қорқу деген нәрселер айтылып жатады. Өздеріңіз оқыған кітаптарда байқадыңыздар. Біз оның ғана тілдік негізгі мағынасын алсақ, абайлау деген сөз. Бәлкім Алладан жер бетінде жүргенде, саудада жүргенде, жалғыз қалғанда, отбасыңмен болғанда, көршіңмен сөйлескенде, хараммен кездескенде, бәлкім Алладан абайлайсыңдар. Абайлау. Алла Тағала Құранда бұл сөзді басқа нәрселерге де қолданған, түсінікті болу үшін. Иттақун ниса, мысалы. Иттақуд дуния. Дүниеден абай болыңдар, иман келтіргендер. Ол саған мені ұмыттырып жіберуі мүмкін, сол себепті. Әйелдерден абай болыңдар, харамға түсіп кетуі мүмкінсің. Көрсіз ғой. Оттан абай болыңдар. Оның отына адамдар мен тастардан болады. Абай болыңдар. Сонда жаңа Алла Тағала абай болыңдар деген нәрсенің күллісінен абай болуын Алладан абай болуды білдіреді. Алланы абайлаңдар. Алланың қадірін абайлаңдар. Алланың сендерге айтқан бұйрығын абайлаңдар. Алланың сендерге бір тыйған тыйымына жақындаудан абайлаңдар. Көрсет, дейді Алла Тағала. Көргім келеді сенен осы қасиетті. Иман келтіргеннен кейін сенен көргің келеді. Иман келтіргендерден басқалар істемейді бұның жердің бетінде. Саған сол үшін сыйладым иманды, ей құлым. Сол үшін сыйладым саған ана иманды. Бәлкім сол сыйланған иманнан кейін сен кітаптағы бұйрығымды бойына алып, менен абайлайтын құлға айналарсың. Хал. Сонда оразадағы мақсаты осы айда ең бірінші мақсаты. Осы айда сізді тақуалық халіне түсіру. Ертең дүйсенбіден бастап, Құдай қаласа, дүйсенбіге кеп тұр ғой, дүйсенбі күні оразаға кіргенде, сәресін ішкеннен кейін сіз басқа адамсыз. Тақуалық халінде. Алладан абайлау. Сөйлейін дейсіз бұрынғыдай, сөйлей алмайсыз. Бұрынғыдай бір қылық жасап жіберейін десеңіз, жасай алмайсыз. Алла Тағала айтады, осылай сен өзіңді тақуалық халінде ұстап үйрен. Сосын айтады, бір күн жетпейді бұған, ей құлдарым дейді. Қанша ұстаймыз сонда бұл айда оразаны? Қараңыздар, айяма мағдудат, санаулы күндер. Алла Тағаланың санаулы күндер деп белгілі бір санға байламағаны 30-ға
немесе 29-ға, өйткені кейде ол Рамазан айы 29 болып келеді, кейде 30 болып келеді. Сондықтан Алла Тағала жалпы бір айлық күндерді айтты. Санаулы күндер. Бүгін солай жүресің, ертең қайтадан солай бітпей жатыр, үшінші күн тағы сондай, бір ай. Осы жерде бізге мотивация беретін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңа бір хадисіне тоқтасақ егер, сонда әл-хадисул қудсиде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жеткізіп отыр, Аллах Тағаланың былай деп айтқан: Күллу амали бәни адам ләху. Қараңыздар. Адам баласының күллі салиқалы амалы, өзіне дейді. Өзің үшін дейді. Сосын айтады: юдоафул хасанату би'ашри амсалиха иля 700 ضعف. Сондай-ақ оның істеген әрбір салиқалы амалы минимальный 10 есеге жазылады. Сондай-ақ біреулерге көтеретін болса, Алла өз құлдарына 700 есеге дейін. Яғни қазір біреуміз 1000 теңге садақа берсек, минимальный 10 мың деп жазылады біреуге. 10 мың бердің деп жазылады. Ал біреуге Алла Тағала мүмкін ерекше артықша жақсы көреді оны. Аллаға өте бір адал, сондай құл шығар, оны кім 700 есе көбейтеді. Ол 700 мың теңге берді деп жазылады. Өйткені Алла Тағала жүректерді мұқият біледі. Күллі жаңа жүректің ішіндегі ықыласты тексерген кезде оны мұқият біледі. Қалағанына 10 есе жазады, қалағанына 700 есе, қалағанына солардың арасындағы нәрселер. Сонда бұл кез келген амалға жазылатын сауап екен. Сонда сөзді қараңыз енді. Тек оразаны айтпағанда, сонда қалай? Фаиннаху ли дейді Алла Тағала. Сөзсіз ораза мен үшін. Қараңыз қалай жасады. Күллі амалым өзім үшін, ораза мен үшін деді. Бірақ күллі амал шындап келген кезде Алланың разылығы үшін, өзіңнің ақыретің үшін ғой. Бірақ оразаны ерекше бір көтерді. Енді қараңыз, неге? Біз намазға кірген кезде Аллаху акбар деп такбир айтып кірген кезімізде, сөйтіп сәлем айтқанға дейін бәлкім 5 минут болдық намазда, 10 минут болдық. Бұл менің қасиетті халім. Оның өзінде шайтан кіріп, ана жұмысын еске салып, мына жұмысын еске салып, қанша пайызы қабыл болғаны белгісіз. Ұрлайды. Намазда сіз 10-15 минут, 20 минут сол халде болдыңыз. Ықыласты ұстай алсаңыз, сол ықыласты ұстау үшін жаңағы сәжде, руку халдерінің бәрі сол жерде ұйымдастырылуға, жаңағы ықыласты жоғалтып алмауыңыз үшін. Қажылыққа барған кезде ихрамға кіресіз, ихрамнан шыққанға дейін қанша күн бұл күндер атқарылады қажылық? Қажылыққа барғандар бар ғой. Қанша күн? 5 күн дейік, 6 күн дейік. Ал Рамазан, ертең сіз дүйсенбі күні сәресінде Аллаху акбар деп кірген дейсіз. Содан кеш батқанша сіз мінәжаттасыз. Сол мінәжаттың ішінде 5-10 минутқа намаз деген мінәжатқа тағы кіріп тұрасыз. Қарас, кешке дейін. Түнде сіз түнгі намазға оқисыз. Таңертең екінші күні қайта кіресіз. Былайша айтқанда, күндіз де түнде де егер сіз құлшылық жасасаңыз, күндіз ораза, түнде ер адамдар тарауық, тахаджуд намаздары, әйел адамдарды сондай нәрсені атқарған кезде, сіз 29 тәулік, 30 тәулік, бір ай мінәжаттасыз. Сіз сол мінәжаттан шыққаннан кейін, Алла Тағаланың сіз үшін қуанғаны соншалық, сізді де қуандырам деп, айт деген мерекені сыйлап жүреді. Көрдіңіз бе? Сіз бір ай мінәжатта болдыңыз. Сондықтан Алла Тағала оразаны не дейді? Ораза мен үшін дейді. Раббым, ораза сен үшін деген нәрсені тағы қалай түсінсек болады? Тағы ары қарай беку үшін.
Сонда мынандай нәрсе екен. 11 ай бойы біз қандай нәрселерден тыйылдық? Харам, арам нәрселерден тыйылдық. Алла тағала кімді рахымына алды, сол толық тыйылды. Кейбіреулеріміз орнап қалған болуымыз мүмкін. Көзімізбен немесе. Әртүрлі жағдайлар бар. Тілімізбен, тағы басқа нәрсе. Сонда 11 ай бойы Алла бізді харамнан тыйылуға бұйырылған еді. Енді бұл айда Алла тағала айтады: сен үшін тағамды адал қылғам, және қажет қылғам, және қызықты қылғам оны. Сен үшін сусынды да сондай қылғам. Сен оны қалаған сусыныңды таңдап жейсің, шайға қант қосасың ба, шайға жаңа варенье қосасың ба, жоқ жаңа сүтпен ішесің ба, жоқ тағы басқа нәрсе ішесің ба, қымызды ішесің ба дегендей 11 ай сенде осындай нәрселер болды. Сосын ерлі зайыптыларға жұбайлары бір-бірлеріне қызықты, қажетті, сүйікті. Соны Алла айтады: осы айда осы сүйіктілердің бәрін қоясың. Таңертеңнен кешке дейін мені сүйесің дейді. Махаббат. Сен 11 ай сені таппадық дейді, дұрыс. Анда-санда бір намазда көрінгенің болмаса, бұл айды мен қаладым, сен маған беру керексің өзіңді. Ер адам бол, әйел адам бол, көрсет маған өзіңнің қаншалықты сүйетініңді. Соншалықты маған сүйетіндігіңді дәлелдейсің, судан артық, тағамнан артық, жұбайыңнан, жарыңнан артық. Мен үшін соларды қоясың, таңертеңнен кешке дейін. Кешке жақын мен сені түсінем, адамсың, әлсіз жаралғансың, жағдайыңызды жасаймыз. Бірақ таңертеңнен кешке дейін осы махаббат. Сондықтан бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынандай бір хадис-ул қудсида түсіндіреді бізге. Мен адали валиян фақад азантуху бил харби. Кімде-кім менің сүйікті құлыма, Алла тағала айтады, сүйікті досыма дұшпандық қылатын болса, онда мен оған соғыс жарияладым дейді. Тақуалық деген кезде сізді сол уәли деген дәрежеге көтергісі келеді Алла тағала. Басқа сізге ешқандай қиындық тудырайын деп тұрған жоқ. Досы болуыңды қалайды. Сүйікті досы. Сөйтіп соны болуына бір амалдарды сілтейді. Сонда мынандай аят бар. Ма тақарраба илайя абди бишейин ахабба илайя мимма фтараттуху алейхи. Егер құлым маған жақындауды қаласа, жаңаға тақуалықты ұстанып, Алланың сүйікті досы болуға қарай көтерілуді, дамуды, кемелденуді қаласа, онда мен үшін ең сүйікті амал біл дейді. Менің саған парыз еткендерім. Ол қазір біздегі 5 уақыт намаз, міне Рамазан оразасы енді біраз күннен кейін кіргелі тұр. Соны айтып жатыр. Не сол жерде қай сөзді байқадық? Мен үшін ең сүйіктісі деп жатыр. Сондықтан біз 11 ай бойы неше түрлі нәрсені сүйдік, қарадық. Ол сүйген нәрселеріміз Инстаграмда да болды, анда да болды, мұнда да болды, әйтеуір. Бірақ Алла тағала осы айда біз Алланы жақсы көрумен, Алланы сүюмен шұғылдануымызды қалады. Сондықтан бұл Рамазан айы есіңізде болсын. Бұл шындап келген кезде Алланы жақсы көретіндігіңді дәлелдейтін ай. Енді тақуалыққа байланысты бір нәрсе айтып кетейік біз. Бұл қалай қалыптасады жалпы тақуалық? Қазір мен Рамазан айында күйім қандай болады деген кезде Алла сол күйді түсіндіреді бізге. Әл-Ғараб сүресінде. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Инналлазина тақу. Яғни біз айтамыз, Раббымыз біз тақуалардан болғымыз келеді дейтін болсақ, Алла тағала айтады. Шынымен де әлгі тақуалар деп бізге өнеге келтіреді тақуалардан. Әлгі тақуа құлдарым иза массахум таифум минаш шайтани. Егер оларға шайтаннан, мысалы сіз болсаңыз, егер оларға шайтаннан, тоиф деген нәрсе шайтан сізді айналақтайды бүйтіп. Мынаны істе.
Қарайсаш ананы. Қарайсаш. Тойф деген сөз кетпейді. Сөйтіп сәл ғана қалуы мүмкін ол тақуаның да құлауына. Жаңағы нәрсе кетіп бара тұр ода. Сөйтіп Алла Тағала сынайды. Таңдау ерке қазір. Қайсысын таңдайды? Сүйіктің кім? Алла. Сондай-ақ жаңағы беріп отқан нәрсе қызықты болып баратыр. Мен сол кезде жаңағы тақуа құлдарыма шайтаннан сондай азғыру келген кезде тазаккару. Бірден естеріне ала қояды мені дейді. Және пайғамбарда. Өйткені осындай жағдайда, мысалы пайғамбарымыз салсам жаңа қарама харам нәрсеге десе, жаңағы шайтан қарашы, бір қарағанда тұрған не бар, қарашы деп атқан кезде, жаңағы Алланы аятын еске алам, пайғамбарымыз салсам хадисін еске алам, тазаккару. Аузубиллахи минаш-шайтанир-раджим деген мынау ең дұрыс аузубилля. Көбінесе біз аузубилланы біреудің қателігін көргенде айтамыз. Ол мүлде о жерде айтылатын сөз емес. Аузубилланың ең күштісі осы. Сіз жеңдіңіз. Дәл осы сәтте сіз Юсуф пайғамбарға да ұқсадыңыз десек болады. Көрме? Ана әйел азғырды деген нәрсе шайтан айналақтады дегендей нәрсе, бірақ Алла Тағаланың қорғауымен Юсуф сол кезде қашты ғой, көрме ме? Бұл заманда кім қашады ондай нәрседен дегендей. Сонда ана қашып баратқанының Аллаға ұнағаны соншалық, Алла Тағала оны Құранда сөйлеуді қалады. Өзіңіз айтыңыз. Қашып бара жатты ғой дейді. Ол әйел артынан қуып бара жатып, көйлегінен тартып жыртты ғой дейді, мысалы. Көрдіңіз ба? Сонда сондай дәрежеге дейін шайтан азғыру мүмкін. Әйелді айтып отыр ғой, артындағы көйлегін тартып жібермеймін деп жыртты ғой деп. Қараңыз. Енді қандай дәрежеге дейін тақуалық сыналуы мүмкін, соны айтқым келіп отқаны ғой. Сол кезде жаңағы шайтан айналақтап қойған кезде олар тазаккару бірден естерін жия қояды. Раббым сақтай көр, Раббым. Тек осы нәрсе ғана керек екен, ар жағын Алла істейді. Біз осыған шанс бермейміз өзімізге. Жаңағы жерден айналақтап кеткен кезде Раббым, сәждеге жата сал немесе. Сол переживание менде жоқ. Мен өзіме уайымдамаймын. Мен допускать ете беремін шайтанды. Ол ғайбатқа ма, тағы басқа ма, қараған ба. Допускать еткенде мен құлазыған адаммын. Мен өзімнің құлазығанымды да білмеймін. Өйткені менің әдеттерім бәрі норма болып қалған. Шайтан солай әсемдеген. Сондықтан атаға мен көзімді осы айда қайтадан ашпақшы. Сен білесің бе, сен 11 айда бойыңа не жинап алдың? Ертең көресің Рамазанда дейді. Қазіргі тілмен айтқанда жастардың арасында ертең сенде ломкалар басталады. Анам алғың келеді, бітесің ертең. Неге? Өйткені біз 11 ай бойы өзімізді құлатып алдық кішкене. И сол құлатып алсақ та Алла Тағала сондай рахымды мейірімді, мына Рамазан айына шыдап берсең, ана 11 айды әппақ қылам деп отыр ғой. 11 айды әппақ қылам дейді. Пайғамбарымыз салсам хадисінде соны түсінесіз. Мән сома Рамадана иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин занбихи. Кім Рамазанды иманмен, Алланың сауабын тілеп, күнәларының кешірілуін тілеп, тозақтан құтылуды тілеп ұстаса, оның өткен күнәларының бәрі кешірілді. Қараңыз қандай Раббыңыз бар. 11 айға көз жұма салайын деп тұр ғой. Мына айда менімен шыдап берсең дейді. Осындай Рамазан айы деген біздерге сыйланып тұрған өте үлкен нәрсе. Ал енді бағанаға тақуалар жаңағындай шайтан оларды айналақтап уасуас жасағанда естерін жия қояды да, олардың бірден көздері жетеді. Желдің қай жақтан кеп тұрғанын. Ақиқатты бірден көреді. Өзінің қалпын көреді. Өзінің мұсылман екенін есіне түсіреді. Астағфирулла деп бір сілкініп алады, түзеледі. Осындай жеңістеріңіз сізде көп болса, одан кейін Алла Тағала сізге ол күнәлармен сыналудан құтқарады, жеңілдетеді. Ондай уасуастарды жеңіп шығуда сізге оңай болады болашақта. Әлгі шайтанның уасуастарына әрдайым үйреніп қалған шайтанның бауырлары деп атаған оларды, қараңыз. Өйткені әрдайым қабылдай береді.
Ямуддунахум фил гойи. Сол ессіздікте оларды ұзағынан ұстайды бұлар шайтанларды дейді. Сумма ла юқсирун. Сосын ол адамдар ешқашан қысқартпайды дейді. Доғармайды жаңағы қылықтарын істерін. Сондықтан біз тақуалық деген кезде, ол тақуалық туралы үлкен бір кітапқа кірмей-ақ қояйық. Біз Рамазан айында жаңағы моменттарды шайтанды допускать етпеу. Көрдіңіз ғой. Бірақ Алла тағала бұлай да бізге бір нәрсені көрсетеді. Қандай нәрсе? Небір жаңағы уәсуәсі қатты, азғыру қатты, айналақтаған кезде енді кетпей қоятын шайтандар. Ол көзге көрінбейді. Оның айналақтап жүргенде көрінбейді. Мен өзім ойлап отқан сияқтымын. Солардың бәрін байлайды. Ең дегендерінің бәрін есептесем дейді, байлап тастаймын дейді. Сол кезде Алла тағала көрсететіні қара нәпсіңнің өзінің қандай дәрежеге жеткенін айтады. Ертең Рамазанда сізді мазалайтын шайтан емес көбіне. Сізді мазалайтын өзіңіздің ішіңіздегі нәпсіңіз. Ол сондай дәрежеге жетті ғой дейсіздер деген. Сол нәпсіні мен үшін қама деп отыр ғой. Суын берме, тамағын берме дегендей нәрсе. Іздегенін берме, таңертеңнен кешке дейін тәрбиелейік бірге деп отыр да. Соған иман келтіргендер ғана шыдап бере алатын болғандықтан Алла тағала иман келтіргендер деп бастады. Сондықтан Рамазан айында Алла тағала біздің жағдайымызды біледі. Мысалы біреуіміз Рамазан айында ораза ұстап жүріп сапарға шығып кетсек, немесе науқастанып қалсақ. Сапардың өзін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай сипаттаған. Ас-сафар қитғатун минал ғазаб. Сапардың өзі азаптың бір бөлігі дейді ол. Ауыр сапар, қазір енді жеңіл сапарлар бар ғой, бірақ негізгі сапардың негізгі қасиеті пайғамбарымыз сипаттаған. Ол азаптың бір бөлігі. Сол себепті сен жолда бір дұрыс тамақты ішемей қаласың, суда ішемей қаласың, қауіптер болады, отбасыңнан да алыс боласың дегендей нәрсе. Былай қарасаң, оразадағы адамның күйіне ұқсайды. Сондай-ақ науқастанған адам тамақтың дәмі дұрыс жүрмейді, дұрыс тамақ ішемейді, дұрыс су ішемейді. Сондай бір жағдайда жүреді ғой қатты ауырған адам. Сондықтан сол оразаға ұқсас келетін, кейбір тұстары ұқсас келетін екі себепті бізге үзірлік жасады міне. Кім сендерден маридон науқас болса, ала сафарин немесе сапарда болса, менің рұқсатым, кеңшілігім, сол күндер аузын ашсын да, фаиддатун, сосын сол күндерді қайтарсын. Мен айямин ухар, басқа күндерде, Рамазан айларының, басқа айлардың ішіндегі күндерде. Не бұл Алла тағаланың бізге берген бір жақсылығы. Мына аятқа жалпы бір кішкене сәуле түсіріп кете салайық. Әуелгі кезде Рамазан бірден парыз болған жылы, осы аят түскен кезде Алла тағала күллі мұсылмандардың жағдайына қарады. Мұсылмандардың ішкі жан дүниелері әртүрлі болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ислам мемлекетін құрып жатқаннан кейін ол жақта өтірік дінді қабылдағандар болды. Оларды білесіздер өздеріңіз, өтірік исламды өтірік қабылдаған мұнафықтар, солар болды. Жаңа ғана исламға келіп жатқандар болды. Сондай-ақ пайғамбарымызбен бірге ықыласы күшті сахабалары болды. Сол кезде Алла тағала оразаны екі түрлі вариантпен парыз етеді. Біріншісі, сіздер егер ораза ұстауға ниет жасап қойсаңыздар, онда ай аяқталғанша оразамен өтесіңдер. Сөйтіп сіздердің іштеріңізде біреу науқас болып қалса, сапарда болсаңдар, ол күндерді ниеттерін басында ораза болғандықтан кейін оразамен қайтарасыңдар. Ал сіздер физикалық күш жетіп тұрса да, ықыластарың жетпей тұрғандықтан, сендер оразаның әр күні үшін фидия төлейсіңдер. Егер сенің о бастағы ниетің, әй мен ұстаймаймын ау деген ниет болса, онда әр күні бір міскінді тамақтандырасың дейді.
Ораза осылай парыз етілді. Міне, аятты қараңыз. Әллазина ютиқунаху. Ал әлгі шамалары жеткендер ұстауға. Физика жетеді, бірақ духы жетпейді. Түсіндіңіз ба? Оларға фидия төлейді. Туаму мискин, бір мискинді әр күні тамақтандырады. Яғни пітір садақасының көлемі. Сонда Алла Тағала осылай жеңілдікпен бастаған екен. Бұл аяттың бір маңыздылығы, сізде қоғамда біреуге ертең оразаны үйреткенде, әлі ораза ұстап көрмеген бір құрбыңыз, бір достарыңыз сізден сұрауы мүмкін. Екінші күні келіп, мынандай нәрсе айтуы мүмкін біреуі. Мен бұзып алдым оразаны. Мен жұбайыма жақындасып қойдым, мысалы. Мен қарным ашып шыдай алмай тамақ жеп қойдым. Енді не істеймін дейді да. Енді не істеймін деген сөзін екі түрлі жағдайда естуге болады. Біріншісі, астағфирулла. Шыдамайсыз ба? Астағфирулла. Бұл бірінші вариант. Бұл нәрсені істемеңіздер. Өйткені ол кісінің енді не істеймін деген нәрсесі тақуалық. Түсіндіңіз бе? Соны тақуалық көріп тұрған жоқсыз, өйткені өзіңізді стандарт қыласыз да. Өзіңізді ешқашан стандарт қылмаңыз. Ол сіз емес, бұл діннің иесі. Бұл діннің иесі Алла. Ол біледі құлдарымен қалай жұмыс жасауды. Сондықтан сіз оған оразаңызды ары қарай жалғастырыңыз. Сосын оразаңызды аяқтап болғаннан кейін бір күн қазасын өтеп, жақсылап бір тәубаңызды жасап, сөйтіңіз. Сонымен оған дейді ол. Сонымен ол бір жыл, 2 жыл тағы біреудің уағызын естиді. Мысалы, біреу ұстаздардың уағызын естиді, біраз күшейеді, қатаяды да, мен 2 жыл, жаңағы 2 ай кафаратын қайтарғым келіп жүр дейді. Оған өзі келсін. Сіз қазір оған осылай істейсің, астағфирулла десеңіз, ол одан ұстамай кетуі мүмкін ол. Бүгінгі адамда менің бұны айтып тұрған себебім, әсіресе біздің менталитетте. Абай атамыз енді бізді солай сипаттаған. Ол қанша пайызымыз сондай бір Алла біледі, бірақ Абай атамыз бізді солай деді енді. Адамдар несиесін жинаған кезде біздің біреуіміз қазақта айтып отыр, жаңағы несиесін қайтаруға барады дейді. Сол кезде бұл кісі айтады, барлығын толық әкелмедіңіз ғой деп. Сонда қазақ айтады дейді. Бары осы қалған жерден қазып табайын ба дейді. Алланы тура осындай саудагер қылғысы келеді дейді. 16-шы қара сөзінде қателеспесем. Сөздерінде кішкене бір неге кетуі мүмкін менің тарапымнан. Бірақ мағына осылай. Сондай адамдар, қазір нәзік адамдар көп болғаннан кейін, үкімдермен байқаңыз. Алла Тағала байқағандай о басты. Ал кейін біз білмейміз қанша уақыттан кейін. Келесі Рамазанда ма? Жоқ, сол Рамазанның ішінде ма? Алла Тағала үкімді өзгертеді. Мына сөздерден кейін. Бір міскінді тамақтандыру, жаңағы фидия. Біреу былай айтуы мүмкін. Күні бойы ораза ұстамай орнына бірақ міскінді тамақтандырам ба? 2-3-ін тамақтандырыш, ұят екен өздеуі мүмкін. Сол кезде Алла Тағала айтады. Мен біреу дедім, дейді, тағамы мискин парыз. Фәмән татауа, кімде-кім өз еркімен 2-3, 10 фидия міскінді тамақтандырым десе, хойрон, фахуа хойрун лаху. Өзіне қайырлы болады. Түсінікті ғой? Онысы өзіне қайырлы болады. Бірақ не дейді оларға? Фидия төлеп құтылып жүргендерге не дейді? Ва антасуму. Бірақ оразаны ұстауларың, қараңыздар. Хойрун, қайырлы, ләкум сендерге, ин кунтум та'ламун, егер білушілерден болсаңдар, бұл Рамазанның әкелгелі тұрған сауабының қандай екен? Алла Тағала бостан босқа бұл айды бұйырмағанын білсеңдер, Алланың қадірін білсеңдер, бұл Рамазан ораза үшін қандай сауаптар жазылатынын білсеңдер, әрине оразаны ұстағандарың қайырлы деп, мына үкімді жақында өзгертетіндігіне ишарат жасап қойды.
Сосын бұл үкімді өзгертті. Оны өзгерткен кезде бұл айдың ана жаңағы тақуалықтан басқа бір өте маңызды орнын екінші қырынан ашты. Ол қандай қырынан? Шахру Рамадан, Рамазан айы парыз қылардың алдында презентациясын жасады Алла Тағала. Барлығына бірдей парыз қылардың алдында кіріспесін әдеміледі. Шахру Рамадан, Рамазан айы, ол қандай ай? Әлләзи унзила фихил Құран, ол айда Құран түсірілген. Рамазанда түсірілген Құран. Осы Құран үшін ұстайды екен ғой. Осы Құранға шүкірлік ретінде ұстайды екен ғой. Қараңыз. Ол Құран мақсатын баяндайды сосын. Бірінші Рамазанның өзін көтеріп жіберді. Көзі? Рамазан айы ішінде Құран түскен ай. Худан линнас. Күллі адамзатқа, егер менің Құраным қажет болса, дейді Алла Тағала. Худан. Басшылық, нұсқаулық. Адамдарға белгілі бір құндылықтарды үйреткеннен кейін, белгілі бір істерге шақырғаннан кейін, қызықтырғаннан кейін, оның кітабы болу керек. Адамның бағдарламасы кітапта. Кез келген адамнан басқа жануарлар, жәндіктер, торғайлар, құстар, көбі нәрсеге қарайтын болсаңыздар, Алла Тағала кітабын, нұсқаулығын, басшылығын чип қып салып берген. Ол оның бойында. Араға баяғыдан уақи, ол ешқайсысы өзінің қызметінен адасқан емес әлі күнге дейін. Күллі нәрсе. Ал адамға ақылды ішіне салды да кітабын сыртына қойды. Міне сенің нұсқаулығың. Осы нұсқаулықты саған Рамазан айында түсірдім. Бұл басшылық, худан, нұсқаулық. Одан кейін айтады Алла Тағала, ва байинат, сондай-ақ егжей-тегжейлі баяндайтын дәлелдерді түсірдім. Сол әл-худа, сол басшылықты. Жалпы тура жол деген ұғымды сен бір түсіндің, енді ол тура жолдың не екенін саған кітап түсіндіреді. Кітаптың әрбір аяттарында саған баяндалған мағыналар бар. Үкімдер, ережелер, қағидалар, әдеттер, сенімдер, ғибадаттар, күллі нәрселер, шектеулер, шекаралар. Соның барлығын баяндап қойдық. Тек ашып оқысаң болды. Уәл-фурқон, қараңыздар. Құранда не деп атады және? Фурқан деп атады. Фурқан деген сөздің мағынасы өздеріңіз білесіздер. Біздегі мысалы парқылау деген сөз осы сөзден алынып отыр. Яғни Алла Тағала иман деген нәрсені жаратса, күпірлік деген керағар ұғымы қоса жаратылған. Ықылас немесе жаңағы шынайылық, екіжүзділік. Ықылас рия, шын өтірік. Ақыл ақылсыздық, естілік ессіздік. Осындай бұның бәрі Құранда тұрған нәрселер. Ақ немесе жаңағы қара, халал немесе харам. Соның барлығын осы Құран тәптіштеп түсіндіргендей, жер бетіндегі ешбір университеттердің кітабы, оқулықтары түсіндірмейді. Алла Тағала бұл Құранда, бұл Құранның мазмұнында тұрған нәрседен де көп сөйлесе болатын еді. Алайда ол нәрселерді жер бетінде сөйлейтін кітаптар көп. Адамдар дүниені танып, өздері сөйлеп кете береді. Бірақ сол университеттерде, жер бетіндегі, тарих факультеттерінде ма, тағы басқа, мысалы, астрономия ішінде, география, күллі пәндерді оқыған кезде, сол пәндердің іштерінде Алламен байланыстырылмай айтылатын нәрсенің бәрін Құранда өзімен байланыстырып сөйлеп кеткен. Яғни бұл кітаптан сіз күллі нәрсені түсінесіз, таба аласыз. Тек бұны оқу керек. Енді қараңыздар, жаңағы Құран дәрежесі өте биік болып тұр. Бірінші дәрежесін біз мысалына Қасас сүресіне
тоқталып айтайық сіздерге. Қасас сүресінде мынандай аятта айтады Алла Тағала. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ. О пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, сен ешқашан үміт етпедің де күтпедің де. Үміт етпедің, күтпедің. Нені? أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ. Саған кітап түсіріледі. Осы нәрсеге назар салсаңыздар, не түсіндік? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл кітапты сұрап алды ма? Сен бұны білмедің де дейді. Сен үмітті етпедің, саған кітап түседі деп. Немесе жердің бетінде бір адамзат жабылып, жылап сұрап алды ма? Адамзат өзінің өміріне қанағаттанған болған. Ол өмірден басқа өмірді көрмеген болған. Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Құранды түсірді де ұмытылған аманатты алып шықты ғой, жарқыратып. Көміліп қалған, қаншалаған адамдар адасқаны соншалық ең жақсы адамға ең жаман атаулармен даттап үлкен күрестер жасады барсын. Ойлаңыз. Екінші нәрсе Юнус сүресінде. Айюханнас, ей адамдар, қоды жаәткум мауғизатун мин роббикум. Сендерге Раббыларынан керемет уағыз, үгіт, насихат келді міне. Құранның бір сипатын айтып жатыр. Екінші сипаты Құранның ва шифаун лима фис судур. Сондай-ақ сендердің көкіректеріңдегі дерттерді емдейтін кітап келді. Қандай дерттер? Сенің ішіңде құмарлық аурулары бар. Соның бәрін емдейміз. Сондай-ақ сенің көкірегіңде күдіктер бар. Сені кезінде атеизммен түсіндірген кезде сен біраз нәрседе шатысып қалғансың. Сенде тіпті Иса туралы дұрыс мағлұмат та жоқ. Сен періштелерді кинода қалай танытса сондай деп жүрсің. Сен ақырет туралы хабарың жоқ. Қаншалаған ақиқаттар бар, басқаша түсіндіріліп жатқан жердің бетінде, кітаптарда, киноларда, адамдармен кездесу сұхбаттарда. Мен соның барлығын орнына қойып беретін, күдіктің бәрін емдейтін кітап келді. Шахауаттарының барлығын емдейтін кітап келді. Күллі нәрсені өзінің орнына қойып беретін. Және вахудан, басшылық, тура жол ретінде. Және рахматун, мейірімі Алланың, лил муъминин. Қайтаран, иман келтірген қауымға. Сонда кімде-кім Алланың рахымына бөленгісі келсе, Алланың шипасына бөленгісі келсе, Алланың тура жолында болғысы келсе, Алланың уағыздарына көңіл бөлгісі келсе, оның бәрі Құранның ішінде тұр дейді. Сондықтан келесі сөзінде айтады. Қул, айт оларға, ей пайғамбар, айт үмбетіңе түсіндір, жетесіне жеткізіп түсіндір бұл Құранның маңыздылығын. Қул бифадлиллахи ва бирахматихи. Айт оларға, Алланың кеңшілігімен ғана түскен кітап, Алланың рахымымен ғана түскен кітап. Сендер шайтанға жеңілген заманда, шайтан жеңілдім деп құтырған кезінде Мұхаммед пайғамбарды жіберіп, оған осы қасиетті Құранды түсірдік. Етіна сөзге назар аударыңыз. Фабизалика фалияфраху. Олай болса мүминдер осы Құранға қуансын. Қараңыздар. Құранға қуансын. Хуа хойру мимма яжмаун. Бұл дүниедегі күллі мына әлем қазір дамыған түрлерінде осы дүниенің күллі ғылымында, технология, техникасында жиған нәрселерінен хайырлы дейді бұл Құран. Өйткені оның барлығы күллі дамыған елдер бүгін Алладан ажырап қалған. Сол дамыған елдердің ешқайсысы сізге Құрандағы нәрсені бере алмайды. Ешқашан, дүниеде де, ақыретте де. Оларға сіз еліктейтін болсаңыз, онда Құраныңызға қуанған жоқсыз. Сіз Құраныңызға бара тұршы дегенмен бірдей болды. Құранға қуанған адам, ол тек Құрандағы мәдениетке еліктейді. Кезінде біздің халқымыз соған еліктеп керемет дәрежеге жеткен замандар болған. Сондықтан мына оразада екі қуаныш бар.
Валиссоими фархатан. Ораза ұстаушыға екі қуаныш бар. Бірінші қуанышы кім айтады? Алла разы болсын. Ауыз ашатын кезіндегі қуаныш. Өйткені бағана сіз көрдіңіз ғой, сіз мінәжатқа кірдіңіз, кешке дейін тақуалық ұстанып жүрсіз. Тақуалық халінде. Біреу аяғыңызды бас кетсе, машалла дейсіз. Көрсі? Сондай. Мұғалім, өзің шаршап келгенде мұғалім, мен ана астыға түсіп, ана кімге айтып берші? Болды. Сондай. Сізден ғажап адам жоқ. Көрдіңіз бе? Сол секілді осындай нәрселер бүгін ауызашарда кім істейді? Мен істеймін. Бірден. Кім воротаға тұрады? Мен тұрамын. Сондай мінездер. Тақуалықты өмірде өзіңіз солай жасамасаңыз, қалай жасаласыз? Алла Тағала сізді жасауға дайын. Бірақ оған иілу керексіз, берілу керексіз. Берілсеңіз, жасаласыз. Қамыр қолға берілгендіктен иленіп қандай дәрежеге жетеді мысалы. Сол сияқты Алланың тәрбиесі де сонан илеген сияқты. Сізде әбден илегенде мынадай үкімдерімен, оразамен, намазбен, тағы да басқа. Сізді жасап шығарғысы келеді. Әдемі. Сонда жаңағы бірінші қуаныш ауыз ашатын. Екінші қуаныш Алласымен жолығатын күні. Осы екі қуанышты күллі жердің бетіндегі кітаптарда бар ма? Кім бұл екі қуанышты әкелген? Құран. Сол екі қуаныштың ортасында бағанағы аятта не нәрсеге қуан деп тұр? Құранға қуан деп тұр. Фабизалика фалияфраху. Сондықтан сіздің қуанатын үш қуанышыңыз бар. Ол қандай қуаныш дегенде Алла Тағала қоса қатысатын қуаныштар. Сіз ертең бір жерде бір өлең айтып, алғыс хатқа иелендіңіз мысалы. Сонымен бәрі ана жерде қол шапалақтап сізге дұғай сәлем тілеп тілектерін айтты. Алла қатыспайды. Әлі сонша қуаныштар бар. Мысалы бір боксер бір жерде жеңді, төлі қуанып жатыр. Алла да елсі де қатыспайды. Сондай бір қуаныштар бар. Қуана алмайтын қуаныштар. Сондықтан сізге қай қуаныштар керек? Раббыңыз сізбен бірге қатысатын қуаныштар. Міне тіпті қуанышыңның өзі заяға кетпес үшін де. Сол сияқты, иншалла, осы Құран сізге қуаныштарыңыздың өзін дұрыс қалыпқа келтіріп беру керек дейді. Сіз тіпті дұрыс жылайтын, дұрыс қуанатын адам боласыз. Әйтпесе бостан босқа жылай беретін жағдайлар көп қоғамда, жастықты құшақтап отыр. Мынау күллі нерв жүйкеңізге дейін орнына қояды. Енді қайттым деген адамдарға Рамазан айы тыныш болады. Бәрі дұрыс деп отыр ол адам енді. Бәрі дұрыс деген сөзді айтуды үйреніңіз. Алла Тағаладан келген нәрсенің бәрі дұрыс. Сондықтан иншалла қасиетті Құран осындай дәрежеге бізді жеткізбекші. Осы айда Алла Тағаланың бізден сұрайтыны маған толық беріл дейді осы айда. Бір ай бойы сені солай жуамыз. 11 айдағы күллі күнәңізді жуып шығамыз. Одан кейін бұл айдың ішінде бір сондай түн бар, бонус, қазіргі тілмен айтқанда. Ол бір түн өзі сондай. Сол түні өзіңді маған көрсетсең, анау адамдар, жұлдыздар, адамдарға сахнада өзін көрсетіп жатқандай. Сен маған сол түні өзіңді көрсетсең, қалай мені сүйетініңді, қалай менен сұрайтыныңды, қалай маған кішірейтініңді, қалай маған мұқтаж екендігіңді, қалай мен сені адасқаннан құтқарып дұрыс жолға салғаным үшін жылап шүкірлетіп жатқаным үшін, Раббым, сен шығармағанда мен солай жүре беретін едім ғой. Осындай білімді үйретпегенде мен жүре беретін едім ғой. Осындай әрбір сыйлаған нығметтердің бәрінің артында сен тұрсың ғой деп сол күні Алла Тағаланың қай есімінен атап, субханалларды айтып, ла илаха иллалланы айтып, сол күні сен көрсетсең, 83 жылдан астам ғибадат қылдың деп жаза саламын дейді. Болды. Сөз айтылды, қол қойылды.
Осындай нәрсені әкеп тұр бұл Рамазан сізге. Рамазан айы, өзіңіз ойлаңыз. Сондықтан Алла Тағала жаңағы үкім өзгергеннен кейін соны айтты міне. Фәмән шахида минкуму шахра, ал енді мынау аят түскеннен кейін, шахру Рамадан деген аят түскеннен кейін, кім бұл айда куә болса, тірі болса, бар болса, тығылып қаламайды, дейді Алла Тағала. Фәлиясум, ол енді ұстау керек, ешқандай фидия төлеу жоқ енді. Фидия төлеу үкімі аят ретінде қалды, үкімі тек қана кәрілік жеңген, созылмалы дәрігерлер саған ұстауға болмайды деген науқастар ғана соларға қалды да, қалғандарыңыздың барлығы фәлиясум деген үкімге кіріп кетті. Ұстасын оразаны. Сосын бағана үкімді қайталады. Кім сендерден науқас болса, немесе сапарда болса, онда басқа күндерде қазаларын қайтарады. Осының барлығы юридуллаху бикумул юсра. Алла Тағала сендерге жеңілдікті қалайды, ауырлықты қаламайды. Біріншіден, жаңағы Рамазан айының оразасы кезінде, ауырған, сапар кезінде аузыңды ашып жүре беру Алла Тағаланың сізге жеңілдігі. Сондай-ақ кәрілік жеңген адамдарға Алла қаласа бұйыра салатын еді. Ұстаңдар аяғына дейді. Жоқ, жеңілдетті. Созылмалы ауруларға да жеңілдетті. Қаншама жаңағы әйел адамдарға да сондай бір жеңілдіктер бар. Емізіп жүрген кезде, жүкті кездерінде де Алла Тағала күллі нәрселерді ескеріп қойған дейді. Сондықтан Алла Тағала сендерге қандай нәрсені бұйырса да, қандай нәрседен тыйса да, мына қағиданы ұмытпаңдар. Нәпсің ғана қисық көреді дейді әрдайым. Бірақ ақылыңмен, иман келтір деген сөзімді ескеріп, иманмен тыңдайтын болсаң, юридуллаху бикумул юсра. Алла сендерге жеңілдікті қалайды. Вала юриду бикумул усра. Алла Тағала сендерге ауырлықты қаламайды. Бұл осы дүниедегі жеңілдік пен ауырлық. Ақыретте сираттан құлауыңды қаламайды. Таразыда амалдарыңның, күнәларыңның басып кетуін, ауыр болып кетуін қаламайды. Ол күні бір жүздер жарқырап тұрғанда, сенің жүзің қарайып тұруын қаламайды. Пайғамбарымызбен адамдар жолығып жатқан кезде, біреулерді былай қарай сырып тасталған кезде сенің ол жерден сырылып қалуыңды қаламайды. Міне сол күнгі ауыр күнді сенің мүлде қиналуыңды қаламай, осы Рамазанды саған алдын ала тартып жіберді сыйға. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтатыны, қиямет күні Құран осы Рамазан айында түскен. Құран да және осы ораза екеуі бірге келеді деген. Сөйтіп, жаңағы құлды есепке тартайын деп жатқан кезде, екеуі келе қалып, ана құл үшін сөйлеген кезде құл жылап жібереді дейді. Ойлаңыз, қиналып тұрған сәтінде менімен не болады екен? Ана сағатта тұрған кезде бүкіл жасаған салиқалы амалдарың ұшып кетеді есіңнен. Өлде көре алмайсың өзің, жағдай қиын. Сонда қиналып тұрған жүректі адамның жүрегіне мына жағынан ораза келіп былай екен. Раббым, шапағат етуге рұқсат етші пәленшенің баласы пәленшеге. Мен оны күндіз тамағынан, суынан және жарынан тыйған едім. Куәмін лайықты түрде ұстап бергеніне. Шапағатың қабыл етілді деп айтылады екен. Қараңыз. Мына жақта Құран, Раббым, мен де шапағат етейінші. Өйткені мен оны түнде ұйықтатпай төсегінен тұрғызушы едім. Сөйтіп ол мені оқитын еді. Менің шапағатымды қабыл етші деген кезде, ол да Алла Тағала жауап айтылады екен, шапағатың қабыл етілді деп. Ал енді бақыт деген нәрсені көрдіңіз ба? Ата не үшін айтып отыр бағана? Осы Құранға қуан. Неге? Өйткені бұл Құраннан басқа нәрсе ақыреттің қиын сәтінде сізге қуаныш сыйлай алмайды. Тек осы Құранның ішіндегі жаңағы кутиба алейкум деген сендерге парыз етілді, сендерге жазылды маңдайларыңа дегендей нәрселер мысалы. Кім осы кутибаларды жинап өмір сүрсе, өйткені бұлар Аллаға ең сүйіктілер. Иман келтіргендер, намаздарыңды оқыңдар, болды Раббым. Иман келтіргендер, оразаны ұстаңдар, болды Раббым.
ей иман келтіргендер, садақа беріңдер, болды Раббым. Ей иман келтіргендер, бөтен адамдарға, бөгде әйелдерге қарамаңдар, болды Раббым. Біреудің затын алмаңдар, ұрламаңдар, зина жасамаңдар. Күллі сол нәрсе үшін келіп жатыр. Алланы көп еске алыңдар, болды Раббым. Міне сен осы Құранды неғұрлым байланыстың. Бұл Құран соншалықты сіздің жан дүниеңізге төгілді. Бұл төгілген кезде сіз басқарыласыз кәдімгідей Құранға. Яғни Құран бақыт па? Бақыт. Құраннан қаншалықты сіздің бойыңызға төгілді, соншалықты бақыт қазірден бастап құйылып жатыр. Осы бақыт ертең қиямет күні сізге басыңызға мәңгі бақыт болып жазылады да. Енді мына нәрсеге қараңыздар міне. Литукмилул идда. Сондай-ақ бағанағы тақуалық деген нәрсенің біреуі, әлгі қаза кеткен күндеріңді толтырып кетіңдер. Неге? Бағана айтты ғой, Алланы абайлаңдар. Я Раббымның Рамазаннан 10 күн қарызым бар ғой менің. Абайла 10 күніңді. Абайла Алланың сөзін. Болды Раббым. Түсіндім, 10 күн ұстап тастайын. Одан кейін валитукаббируллах, Алланы ұлықтауларың үшін парыз еттік бұл Рамазанды. Алланы ұлықтау, Аллаху акбарды айту, такбир айту, Аллаху акбар. Не үшін? Қай нәрсе үшін? Қараңыздар, алама хадакум. Мына жерде Алла Тағала өте бір маңызды нәрсені есімізге түсіріп жатыр. Біз оны ойлаудан ұмытып кетуіміз мүмкін. Мысалы, барғанда бір адам келіп, мен оразаны бұзып алдым деп айтты дедік қой. Енді ғана өзі үйреніп жүрген адам, біреу намаздан үйреніп жүр. Солар келген кезде жаңағы сіз өзіңіздің тақуалығыңыз, өзіңіз алданып қалған адам болуы мүмкінсіз, мысалы. Астағфирулла, шыдау керек еді ғой деп айтуы мүмкінсің да. Біреу намаз бастадым десе, баяғыда бастау керек еді ғой, енді бастадың ба дейсің. Бұл адам неге бұлай сөйлейді? Неге бұлай сөйлейміз? Қалай ойлайсыз? Біз бір нәрсені ұмытып кетіппіз. Қай нәрсені дегенде? Мысалы, Бақара сүресінде аузу биллахи минаш шайтанир раджим, Алла Тағала мына Муздалифа деген жерге, әл-Машшарул Харам, сол жерге барған кезде мені еске алыңдар дейді. Жалпы біз білеміз, Алланы еске алу, Субханалла деп еске алуға болады, Әлхамдулилля, Аллаху акбар, түрлі сөздермен Алланы еске аламыз. Сол жерде Муздалифада мені еске алыңдар дейді. Мен білгім келді, Раббым, дәл Муздалифада қалай еске алайын? Немесе не үшін еске алайын? Қай нығметіңді ерекше атайын осы жерде? Сонда Алла Тағала соны астын сызып көрсетеді. Васкуруху кама хадакум. Тура жолға салған үшін ғана еске ал. Сосын мынаны қараңыз. Ва ин кунтум мин qablihi ламинад-доллин. Оған дейін нақты адасқандардан едім ғой дейді. Біз осы кезінде адасып, осы адасудан маған мұқтаж болмаған түрде, немесе мен сондай бір жақсы болғаннан емес, Алла Тағала рахымына бөлеп тура жолға сала жіберді, шүкір ететін шығар деп. Мен соны ұмытып кетіппін да. Мен өзім көп оқып, ақылмен келдім деп ойлап, аналардың жаңағы білместігіне шыдай алмай, дұрыс мәміле жасай алмай жатыр. Міне осы нәрсе. Тура осы нәрсені Алла Тағала айтады. Мына оразаны ұстауың сенің бақытың, білесің бе? Бұл оразаны ұстап жүрген нәрсе, ұстап жүруің де менің арқам деп отыр Алла Тағала. Мен саған нәсіп етіп тұрмын ғой сені. Сол үшін сен осы оразаны ұстап отқан кезде, мына нәрсе үшін мен ұлықта дейді. Сендерді тура жолға салғаным үшін ұлықта. Көрдіңіз бе? Тура жолға салғаным үшін. Сондықтан осы нәрсені біз Рамазанда көп еске алайық. Бағана тақуалық халінде жүру, ол бір нәрсе. Сондай-ақ, Раббым, сен ғой мені тура жолға салған. Сен мені тура жолға салмағанда, мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху мынандай дұғалар қалған. Хандақ шайқасында, қателеспесем сол жерде айтылған. Ләулаллаху махтадайна, ва ма тасаддақна, ва ма саллайна.
Алла болмағанда, яғни тура жолға салмағанда, біз тура жолда болмас едік. Біз садақаның да не екенін білмес едік, біз намаздың да не екенін білмеген едік. Сондықтан бүгінгі сіздің әрбір жасап жатқан жақсылығыңыз осы Құранға қарыз. Сіз осы жақтан алдыңыз. Алла тағала тура жолға салғаннан кейін, осы тура жол үшін оны еске алып, тіпті ұлықтауымыз керек екен. Мына қарыз күндердің өзін әдемілеп қайтару, ол ұлықтауыңыз. Ол да тақуалық, ол да махаббатыңыз. Міне, өйткені ораза біткеннен кейін көп адамдар оразадан шығып біткенде жалғыз өзіңіз, 10 күнді, әсіресе әйел кісілерде сондай нәрсе көп кездеседі. Жүкті болу себепті, емізу себепті дегендей, барлығы тамақтанып жүргеніңіз ол жалғыз ұстайды. Сол кездерде махаббат қоя алу. Ол күндерде шайтан жіберілген. Дұрыс па? Ағана қоя берілді ғой енді, Рамазанда байланды. Сол кездегі сіздің күйіңіз, ол Алланы ұлықтауды қажет етеді. Ерекше махаббатты, ерекше ықыласты. Әйтпесе жаңағыдай бір әрең ұстаған нәрсе болып жүруіңіз мүмкін. Дұрыс па? Сондықтан Алла тағала бағана мен сендерге ауырлық қаламаймын дегенде, әрең ұстамау деген нәрсе, әрең ұстап жүру деген нәрсе бізде болмау керек. Ол үшін бір-ақ нәрсе керек, ол махаббат. Ол үшін сәресіне тұрған кезінде, Раббым, мен сені жақсы көрем, қайталаңыз. Мен сені жақсы көрем, мен саған деген махаббатпен ұстаймын, Раббым. Саған деген шүкірлікпен ұстаймын. Аятты ғой, лағаллакум ташкурун. Ораза үшін шүкір. Раббым, мен саған деген шүкірлікпен ұстаймын. Мен саған деген махаббатпен ұстаймын. Мен сені ұлықтаумен ұстаймын. Осы аяттағы сөздер өзінің. Сосын анау соңындағы тақуалыққа барыңызда, Раббым, осы амалымда тақуалыққа жаза бір. Қабыл ала бір. Болды. Сонымен сол күніңіз иншалла өзіңізге керемет қайырлы болады. Одан кейін Алла тағаланың бізге осы айда бір маңызды бір құлшылықты айтқысы келеді. Бұл қандай құлшылық деген кезде, мына дұға деген құлшылық бар. Дұға. Дұға мен өзімізше қазақша айтқан кезде, біз әрдайым Алла тағалаға сыйынуға мұқтаж жанбыз. Аллаға сыйынбай өмір сүру мүмкін емес. Осы сыйыну мысалы дұға деп айтылады. Немесе өзіміздің қазақ тілінде айтқанда шақыру деген нәрсе бар ғой. Мысалы, бағанағы шайтан айналақтап жүрген кезде, мен көмекке Алланы шақыру керекпін негізі. Бізде сол нәрсе дұрыс қалыптаспай қалған, әдет қалай кетті, солай кетіп қалып отыр ғой. Мен сол әдетті қалыптастыру керек. Өйткені Алласыз жеңу мүмкін емес. Бір ой мазалап, ананы көре салсаш, ананы қосып көре салсаш, әйтеуір бір ой, кімде қандай нәрсе бар. Анаған барып айта салсаш, анаған айқайлай салсаш деп тұрған кезде, құр бір сәт кішкене міне. Раббым деп Алланы шақырыңыз. Сол шақыру деген нәрсе өзі, даға деген етістік. Дауа. Көрдіңіз бе? Раббым, Раббым, сенімен ғана күштімін, Раббым, сенімен ғана күштімін. Жәрдеміңді бере көр. Сол нәрсемен жеңіп шығасыз. Өте керемет дәрежеде Алла тағала сізге көмектеседі жеңіп шығуға. Осы шақыру деген нәрсе бізде көп болу керек өмірде. Сондықтан, егер сізге сұрақ қойылатын болса, мен Аллаға жақын болғым келеді, жақындағым келеді. Алланың да жақындығын сезгім келеді. Сол нәрсені қандай амалым арқылы білсем болады дегендей. Сол бір адамдар тапсыр кітаптарында сондай бір риуаят келген. Риуаяттың мәтінінде енді ғана бір исламға келген адамдар Алла тағалаға сыйыну туралы мәселені сұрап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады екен. Я Алланың елшісі, Раббымыз қайда? Ол жақын ба? Оған мінәжат қылып шақырайық па? Ол алыс па? Оған дауыстап шақырайық па деген сондай бір мағынада білім сұрайды. Сол кезде Алла тағаланың түсірген аяты осы екен. Ва иза саалака ибади анни. Ва пайғамбар, егер де құлдарым сенен мен жайында сұраса, қараңыз. Мына анни мен мына инни деген сөздің арасындағы бір даналық бар, соны бір түсіндіріп кетейін. Мысалы фиқ мәселесі, ақида мәселесі,
сұрақтар болады. Құранда мысалы мынандай бір аяттар бар. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ясалунака анил ятама. Кул ислахун лакум хайр. О пайғамбар, олар сенен жетімдер туралы сұрап жатыр екен. Айт оларға. Айт деген сөзді жаттағансыздар. Айт оларға. Жетімдерді түзету жұмысы өте қайырлы. Ясалунака анил ахилла. Олар сенен ана айдың фазалары туралы сұрайды. Кул хия мавақиту линнаси вал хадж. Айт ол адамдарға айдың күндерін білдіретін, қажылықтың уақытын білдіретін үшін фазалар қойылған. Ясалунака анил хумри вал майсири. Кул фихима исмун кабир. Олар сенен арақ, шарап пен құмар ойындары туралы сұрады. Айт оларға. Оның күнәсі үлкен. Олар сенен етеккір жайында сұрайды. Айт оларға. Ол нәрседе зиян бар. Олар сенен осы нәрсе жайында сұрайды. Айт. Яғни фиқ, ақида тағы басқа нәрселерді сұрағанда Алла Тағала пайғамбарымызға айт дейді. Енді қараңыз. Кім туралы сұралып тұр бұл жерде? Алла жайында. Авторың, жаратушың, жақының, қамқоршың. Егер құлдарым сенен мен жайында сұраса, уа пайғамбар, былай тұра тұр. Өзім жауап беремін. Құл жоқ. Фәинни қарибун деп сізге бірден сыйғазға шығып жатыр. Сөзсіз мен өте жақынмын. Алламен жаңағы жерде отырып шақыратын кезіңізде, кез келген қиындықта, қарызға баттың, жаңағындай бір күнәмен сыналып атсың, тағы бір жағдайлар, мұңайған кезің, қиналған кезің, тіпті қуанған кезіңнің өзінде Раббыңды шақырып үйрен. Раббым, сен болмағанда осы қуаныш нәсіп бола ма еді? Бірінші Раббыңмен бөліс, біл қай жақтан екен, бірінші сонымен бөліс бұл әңгімені. Адамдарға қарай шығарма. Авторың, махаббатың. Раббым, қиналдым ба, Раббым? Тек саған ғана білдірем ғой қиналған жанымды. Әлсіз жаралған құлдарыңның бірімін. Осындай қарызға батқан халім бар, Раббым. Ақылмен алған, ақылсыз алған жерлерім де бар. Менің сенен басқа ешбір жәрдемшім жоқ. Еркектер кеп төбелеп төбемнен сұрап жатыр. Не істерімді білмеймін мен, Раббым. Менің осы қателігімді көтер. Раббым, анам ауырып қалды. Раббым, өзіңнен сұрайын. Анамды рахымыңа бөлеші. Мені кішкентай кезінде тәрбиелегендей. Раббым, сенен басқа кімге сыйынам? Жалғыз сыйынарым сенсің. Раббым, қуанышта да бөліс, қайғана да. Осы нәрсені. Соны аталады, мен жақынмын дейді. Мені шақырмайсыңдар ғой деп жатыр. Мені іздемейсіңдер ғой мені. Бірден, бәке, не істейміз? Мәке, намаздың өзінде де ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах. Енді не істеймін? Сонда мынау аятты мен қаншама білім алғанда, қаншама оқығанда түсінбеген ба? Тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзіне былай тұра тұр деп отыр ғой. Тіпті қыруар күнәларға құлап кеткен адам болсам да, тек шақырш деп тұр ғой. Тек шақырш мені. Мен жақынмын. Ойлама күнәларың мені сенен алыстатып жібереді деп. Мен жақынмын. Шешеміз жағдайыңды. Ана 18 жыл ауырған Айюбқа жауап бергенбіз. Анау балықтың ішінде қалған Юнусқа жауап бергенбіз. Анау оттың ішіне түскен Ибрахимге жауап бергенбіз. Анау халқынан қанша зиян шеккен Нухқа жауап бергенбіз. Саған да солай жақынмын дейді. Сонда ол жақындық деген қалай, Раббым? Оның тәпсірі қандай дегенде қос нүкте. Уджибу, жауап беремін. Дағуата, шақыруына. Аддағи, мені шақырушының. Иза даани, мені шақырған кезде. Болды. Шынымен ба? Сонда Раббым десең болды.
сенің сұраған мәселелеріңе байланысты мынандай үкім бар дейді пайғамбарымыз саллаллаху. Сен менен бір нәрсе сұрайсың. Егер ол саған бүгін қайырлы болса, сені тура жолдан тайдырмайтын нәрсе болса, мен саған оны бірден берем. Егер сен сұраған нәрсе бір жылдан кейін қайырлы болса саған, қазір сен адасып кетуің мүмкін бе екен? Немесе 3 жылдан кейін ба? Мен оны сол кезде берем. Егер сен менен бала сұрасаң, мен оны 5 жылдан кейін берсем, 5 жылдан кейін ғана саған қайырлы болған ол. 10 жылдан кейін берсем, менімен бірге сабыр ет. Біл, осының бәрін саған деген махаббатпен істеймін. Еш нәрсені сені қинау үшін тоқтатпаймын. Саған дәл сол уақытта оның пайдасынан гөрі зияны көп тиетін болғандықтан бермей тұрғаным дейді. Ал бір нәрсені мүлде бермеуім мүмкін. Неге? Оны ақыретіңе қалдырдым. Өйткені ақыреттегі сираттағы түріңді көріп тұрмын. Сол күні сол дұғаңның жауабын сол жаққа қалдырған себебім сол күні қуандырсам ба деп едім. Ол үшін осы жерде қинала тұр кішкене деген сайын мен мәмілем. Сондай-ақ бір дұғаңды сұрайсың, жауап берген жоқпын деп ойлайсың. Білесің бе, мен ол дұғаңды ана басыңа келе жатқан зиянға қарама қарсы қойып қойған. Қияметке дейін арпалысады сонымен. Сенің басыңа жеткізбей. Ол зиянның келе жатқаны сенің пәлен деген күнәларың өтіп кеткен. Содан өз басыңа шақырып алған зиян еді. Сондықтан саған жауап беріліп жатқан кезде де, кешігіп жатқан кезде де, барлығы сенің бақытың үшін, есіңде болсын. Сенің пайдаңнан басқа еш нәрсе көзделмейді екеуміздің арамызда дейді. Сенің күллі тақуалығынан менің мүлкіме қосатын мүлік жоқ. Менің мақтауыма қосылатын мақтау жоқ. Күллі нәрсе саған қарай қайтып жатқан, сенің бақытың үшін жасалып жатқан нәрселер. Міне, осы дұғаларды сен сыйынған кезде осы нәрселерді біл. Жақын екенімді біліп маған сыйын. Сондай-ақ менің саған шартым бар. Қандай? Мен саған жақынмын. Сен менен сұрасаң, мен жауап берем. Мен тура сондай мәмілені сенен де қалаймын. Қалай? Мен де сені шақырып тұрам. Сол кезде жауап берші. Фәлиястаджибули. Айт оларға, пайғамбар, олар да маған жауап берсін. Қалай? Я айюхаллазина аману, иман келтіргендер, кутиба алейкумус сиям, сендерге ораза парыз етілді. Болды Раббым, жауап бер. Иман келтіргендер, инна салата танха анил фахшай вал мункар, шынымен де намаз, арсыз терістерден тыяды, оны болды Раббым. Иман келтіргендер, аналарың, әкелерің екеуіне біреу кәрілікке жеткен кезде, олардың екеуіне туф демеңдер, болды Раббым. Иман келтіргендер, бір-бірлеріңді сырттағынан ғайбаттамаңдар, аңдымаңдар, болды Раббым. Иман келтіргендер, бір-бірлерің туралы өсек ғайбат таратпаңдар, болды Раббым. Егер де сіз де әрдайым жауап бере берсеңіз, сіз Аллаға жақындайсыз. Ал Аллаға жақын болу, одан асқан мақсат жоқ мен үшін. Мына шындап келгенде оқып атқан білімнің күллісі адамдарға үйретерден алдын ертең өзіңді Аллаға жақындату үшін болу керек. Хайыр үйрету әркімнің де қолынан келер бәлкім ертең. Өйткені ол сөйлеуден тұрса. Алайда сол білім Аллаға жақындату деген мақсатты көздесе сізден, онда сіздің айналаңыздағылар да Құдайға жақындауда ұлы тұтатын мақсатта болады. Тек қана құр теория нәрсені көтеріп, білген нәрселермен бөлісіп жүрген нәрсе емес. Мақсат, сіз Аллаға жақындау керексіз. Аллаға жақындау үшін тек жауап бере беру керек екен. Тек жауап беру керек екен болды. Осы жауап бере беруіңіз бағанағы лағаллакум таттақун деген сол екен өзі. Құлым, болды Раббым, алдыңдамын, не істеу керек? Сондықтан қоғамда неде жүрген кезде де, осы сабақта тақтаны сүрте шаш деген кезде де, сіз Аллаға жауап беріп жатырмын деп есептеңіз. Мұғалімді көрмеңіз, түсіндіңіз ба? Мұғалім, анау бала. Болды Раббым, ішімнен. Бар отаға отырсаш, болды. Қандай проблема ол? Тек соны үйінде батсын, біреуге берейінші, ала бер. Тоқтай тұршы, өзім жағына кебедім дегенде, күллі нәрседе, ұл бол, қыз бол, үйде болсын.
Мысалы қызыңыз, анаңыз тұрады, бір аяғым ауырып жүр осы келген кезде. Мен тұрамын да, аяғыңыз ауырып жүр ме екен, дәрігерге қаралу керек екен ғой онда деген. Мен негізі естіген жоқпын, Алланың не айтқысы келгенін. Жауап бере алмай жатқан. Осы бір аяғым ауырып жүрген сияқты десе, бірден барып аяғын ұстап. Түсіндіңіз ба? Ана бір жаңа нелер сияқты емес. Дұрыс естімейтін адамдар сияқты нәрсе болмау керек. Ар жағын есті. Бер жағын естейтін заманнан өттік біз. Уже ар жағын есту керекпіз. Да истижаба деген нәрсе. Енді қараңыз, жауап берсек егер. Білесіздер ме қандай құбылыс жүзеге асады? Анфал сүресінде Алла Тағала айтады: Я аyyuhallazina аману. Ей иман келтіргендер, истажибу, жауап беріңдер. Кімге? Лиллахи ва лиррасули, және елшісіне, Аллаға және елшісіне. Қарасыр. Иза даакум, сендерді шақырған кезінде. Қарасыр. Лима юхийкум, сендерді тірілтетін нәрсеге. Кез келген бұйрығы мен тыйымы не нәрсе екен? Сізді тірілте беретін нәрсе екен. Яғни кемелдендіре береді тіршілігіңді. Күннен күнге тіріліп атқан жансың. Кешегі көрмегеніңді бүгін көріп басқаша болатсың. Көрдіңіз ғой? Сол тірілу деген нәрсе сіз жолда кетіп баратқан кезде сүрініп қалсаңыз егер. Егер мен өлі болсам, 5 уақыт намаз оқып жүрмін, өлі болсам, мына әкімдер қашан жөндейді мына жерді? Егер тірі болсам, Раббым түсіндім, кешірші мені. Тірінің арты бөлек, өлінің аты бөлек ол. Сондықтан Алла Тағала сендерді тірілтетін нәрсеге Алла мен елшісі шақырса, жауап беріңдер дейді. Ал егер жауап бере бермесем, не болуы мүмкін? Жауап бермесем, еркелесем бола ма? Еркелеп жауап бермей жүрсем. Вағаламу анналлаха яхулу байнал мар'i ва қалби. Онда біліңдер. Алла Тағала күндердің бір күні адам мен оның жүрегінің, таңдау еркінің, мақсатының, жоспарының, жобалап жүрген болашағының ортасына кедергі бола салады. Және де ваттақу фитнатан ла тусибанна лазина заламу минкум хасса. Сондай-ақ сендер жауап бермейтін болсаңдар, өздерің мұсылман болсаңдар, жауап бермейтін болсаңдар, онда анау мүлде жауап бермейтіндердің бастарына бір азап келуі мүмкін дейді. Қараңыздар. Иманнан, ақыреттен ауыз жүрген адамдардың бастарына түскен апат сендерді қоса қармайды дейді. Мысалы, жер сілкініс кешегі. Аталла айтты, ескертті. Абайлаңдар сондай бір азабынан, тек қана залымдардың ғана басына тимей, сендерді қоса қамтитын және біліңдер. Алла Тағала шадидул иқаб, азабы өте қатты. Тек қана Алла кешірімді, рахымды деп бүйтіп жүре бермеңдер. Алла азабы да қатты. Ойламаған жерден солай келуі мүмкін. Ешкім білмей де қалады. Кешегі мысалы жер сілкіністер былай қарасаңыз. Сондықтан фалиястажибули, маған жауап берсін. Және де валюмину би, және де маған шынайы иман келтірсін. Мені пайғамбарларыммен бірге мойындасын. Мені ақыретіммен бірге мойындасын. Жәннатыммен, тозағыммен, тағдырым мәселелері, періштелеріммен бірге, мені шариғатыммен бірге, менің бұйрығыммен бірге, менің тыйымыммен бірге. Мен толық мойындалайын. Көрінейін сенің өміріңде өте үлкен орын алып тұрғанымда. Сенің жүріс-тұрысыңнан көрейін бар екенімді жүрегімде. Сенің сөйлегеніңнен көрейін. Біреуге қарай тұрған кезіңде, біреуге қарай қараған кезіңде көрейін. Көрінсін мен берген иманның мына Құран арқылы қалай сенің бойыңда күшейіп жатқаны. Сол кезде Алла Тағала айтады, құл осындай дәрежеде маған парыз еткен амалдарым былай тұрсын. Енді өз еркімен амалдарды қосып бастаса дейді,
онда мен оны сүйдім дейді. Қараңыздар. Хатта ухиббу. Солай айтады, мен оны сүйген кезде, мен оның көзі боламын деп келген риуаят. Яғни оның көзі менің разылығымда болады. Көзі толық маған берілген көз болады. Ақиқатпен бірге жүрген көз. Қарама деген нәрсеге қарамайды. Мен оның көзінен көрінем дегені ғой. Мен оның қолынан да көрінем. Мен оның аяғынан да көрінем. Яғни жүрістеп бара жатқанда жүрегіндегі иманы. Мен оның құлағынан да көрінем. Ана ғайбат айтып жатса білесің ба, ана сен. Құлақты бермейді. Сондықтан міне сіздің есту қабілетіңіз, көру қабілетіңіз, ұстау қабілетіңіз, жүру қабілетіңіз, яғни Алла Тағала сізді толық билегісі келеді. Сөйтіп сізді уәли қылғысы келеді. Уәли. Юнус сүресінде айтқандай, әлә біле білсеңдер, немесе естеріңде болсын, немесе біліп алыңдар. Инна әулия Аллахи, Алланың әулиелері. Ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Оларға ешқандай қауіп те болмайды, олар қайғырмайды да. Олар кімдер, Раббымыз? Аллазина аману ва кану яттақун. Екі-ақ сипат. Иман және тақуалық. Иман мен тақуалықтың ортасында кітап тұр. Иман қосу кітап. Яғни кітап дегенде Алланың бұйырғаны, тыйғаны тең болады тақуалық. Тең болады уәли. Өзінің несі жоспары осы. Сызылған Алла Тағаланың Құранында қойылған. Міне осылай істейтін болсақ, кімдерден болады олар дейді Алла Тағала? Лааллакум яршудун. Міне олар сол кезде саналылардан, рушд, ақылдылардан, естілерден болады. Мысалы, не үшін яршудун деп айтылып жатыр? Бұның мысалы ғоуин деген кері қарғымы бар. Ғой. Қараңыздар, қарапайым мысал. Адам алейхиссалам елестетейік, жәннатта ағашқа тыйым салынды. Адам алейхиссалам ағаштан жеп қойды. Тыйымды аттап қойдық. Сол кезде Алла Тағала бұны қалай бейнеледі? Ва асо адаму роббаху фағуа. Адам Раббысына тілазарлық, яғни бойұсынбады, тілазарлық жасады, сөйтіп ақылсыз болды. Яғни мен шайтанды тыңдаған кезде қай халге түсем? Ақылсыз. Оған дейін ақыл болып тұрған болуы мүмкін. Жалпы ақыл есінен болу бір нәрсе. Бірақ ақылдылық деген нәрсе бір нәрсе. Сондықтан мысалы, мына кісі келіп маған білесің ба, ана пәленше сөйтіп қойыпты ғой деген кезде мен қой десем, егер 5 уақыт намаз оқып жүрмін, білім алып жүрмін, мен ессіздік жасадым. Егер де мен оған, ай бауырым, біреудің сыртынан сөйлеме. Алла Тағала өзі сөйлеме деді ғой. Сосын мына жақта біреу жүгіріп келіп, біреу бір нәрсе айтып отыр екен. Мен қастарына барып, не болды, не айтып жатсыңдар деймін. Ессіздік. Ал естілік деген не? Пайғамбарымыз айтады, өзіне қатысы жоқ нәрсені тәрк ету. Сол секілді кез келген жаңағы күнәға қарай итерілген кезде соған қосылуын ессіздік есіңізде болсын. Өзіңізді сол сәтте солай есептеңіз. Әйтпесе дамымаймыз біз. Қойшы сен осы. Сен ақылсы тақуа болады екенсің дедім біреуге. Ессіздік. Үйден шығып бара жатырмын. Балам, ана шарфыңды тағып аш, күн суық балам. Ой, мама, осы. Ай, ессіздік. Сосын ертең көреді құлағынан суық өткен кезде. Қызым, бетон қылып отырма, қызым. Сосын ертең көреді. Осылай сияқты ата жаңағы әке шешеңіздің жаңағы мойның ананы салып аш, ананы киіп аш, мынаны сөйтіп аш деген махаббат деп ешқашан қабылданбаған. Махаббат деген тек басыңыздан сипалған кезде, қызым жүр тамақ жейсің ба, саған не пісіріп берейін, осындай деген нәрселер анау қабылданып, жаңағындай нәрселері қабылданбай қалған болуы мүмкін.
Сондықтан мынау Алла тағала мынаны бекер қосып тұрған жоқ. Оразаның ішінде осы қасиетке жет дейді. Бұл не? Ақылдылық деген нәрсемен жұмыс жаса. Көрдіңіз ғой? Ақылдылық. Мысалы, жүріп жүрмін. Не үшін жүріп жүргенімді білмеймін. Мысалы, анау жерден анау жерге ешқандай мақсаты жоқ. Мақсат қойсам бір жөн енді. Мысалы, бірдеңені қайталап жүрмін ба? Бұл да босқа жүру ақылсыздық. Болмайтын бір нәрсені Инстаграмнан көріп отыруым 30 минут ақылсыздық. Нақты. Бұл жерде руштпен ешқандай байланысы жоқ. Оның бәрі жаңағы ой деген нәрсеге кетіп қалады. Түсіндіңіздер ме? Өйткені біз ойлаймыз ғой, ақылсыздық деген ол бір-ақ нәрсе шығады. Жоқ. Ақылсыздық деген ол шкала ғой, мынандай қаншама анау. Мына жақтан 0-ден бастап 100-ге дейін деген. Көрдіңіз бе? Сондықтан соның ең жоғарғысына жақын нәрселердің бәрі ақылдылық болады. Бағана тақуалап айтқан кезде естідіңіз ғой. Оларға шайтаннан бір айналақтап уәсуас келсе, олар естерін жия қояды. Ақыл жұмыс істей қояды. Сөйтіп жаңағы нәрсеге құламайды Алланың қалауы. Осы жерде біз ең соңғы бір нәрсені айтамыз, сонымен Құдай қаласа аяқтаймыз. Худжурат сүресінде Алла тағала мына екі нәрсеге байланысты маңызды нәрсе айтып тұр. Иманмен жаңағы Алла тағала Аллаға және елшісіне жауап беру. Осы рушд, рашад деген нәрсе үшін қозғап жатыр ол аятты. Мына нәрсені қараңыздар. Вағлам анна фикум расулаллах. Иман келтіргендер, біліңдер, сендердің араларыңда Алланың елшісі бар. Алланың елшісі араларыңда жүр дейді. Оны босқа жүрген жоқ қой ол. Ол осы ақылдылықты үйрету үшін жүр ғой. Қалай үйретіледі ақылдылық? Біріншіден, ол Алланың елшісі ешқашан саған қарай еңкеймейді. Сенің жобаң оның алдында қабылдана бермейді. Сенің ойың, көңіл қалауларың оның алдында өтпейді. Сен онықын қабылдайсың. Сол кезде ақылды боласың. Өйткені пайғамбар саллаллаху сізбен бізге қарай сөйлегенде біздің көңіл қалауымызға қарамайды. Біздің ақыл деңгейімізді ескереді. Сол үшін жаңағы түсіне алатын нәрсемізді айтуы мүмкін. 2 рет қайталауы мүмкін. Бірақ біздің көңіл қалауымызға қарап ақиқатты бұғып қалмайды. Сондықтан сендердің іштеріңде Алланың елшісі бар. Бүгінде Алланың елшісінен қалған Құран бар, бізде өмірі бар, хадистері бар. Егер де Алланың елшісі сендердің көңіл қалауларына, көптеген ұсыныстарына осы өмірде ұсынып жатқан, соған қарай бойұсынып сендердікін істейтін болса, онда қиналып кетер едіңдер дейді бұл аятта. Алайда ақылсыздыққа тап болмауларың үшін, өмірлерің қиын болып кетпесі үшін, Алла сендерге иманды не істеді дейді? Сүйгізді. Енді осы аятта Алла тағала негізі көтермелеп айтып тұр. Бірақ мен өзіме сұрақ қойсам, бұл шынымен де бұны сүйікті ма маған иман? Қылықтарымда, мінездерімде, мәмілемде солай көрінеміз жалпы. Иман шынымен сүйікті ма маған? Сүйгізілді ма маған? Яғни менің халім, менің жағдайым. Мен шынымен де сүйем ба иманды? Одан кейінгі сөзін қараңыз өйткені. Және оны жүректеріңе әсемдеп тастады. Қазіргі сөзбен айтқанда, тема қылды, тема ма иман? Знаете, мысалы біреу ана жақта өлең айтып жүр, музыканы қосып, темада жүр ол, мысалы. Действительно темада, бүкіл бой сүйеттен етеді. Мен иманмен сондай жағдайдамын ба? Мен осы нәрсеге көңіл бөлу керек екен да Рамазанда. Сонда Алла тағала соны айтып жатыр, қараңыз. Сізді мақтап айтады да, бірақ ол қасиет ондай дәрежеде жоқ менің бойымда. Сонда мені бүйтіп мақтамен бауыздап отыр ғой. Түсіндім, Раббым, түсіндім.
болды. Шамам келгенше жөнделем осы айда. Сонда хаббаба илейкумул имана ва зайянаху фи кулубикум, иманды сендерге сүйікті қылды, сондай сүйікті. Және оны сонда жүректеріңе әсемдеп тема қылды. Сосын ва карраха илейкумул куфра вал фусуқа вал ғисян, және сендерге жек көрсетіп тастады. Нені? Күпірлікті. Күпірліктің жаңағы діннен шығатын жағын айтпай қояйық біз. Діннен шығармайтын күпірлік түрлері де жетеді. Вал фусуқа. Фусуқ деген сөз бойсынбау, Алланың айтқанымен жүрмеу. Осы қасиетті сендерге жек көрсетті. Және вал ғисян, күнә жасау. Күнәға бейім болу, сол қасиеттері сендерге жек көрсетті деген кезде кішкене ұяласың ана аяттан. Ай, бұл сахабалар ау дейсің да. Көрсі қандай нәрсе. Енді сол аятты немен аяқтады? Кім айтып отыр? Улайка, Алла разы болсын. Міне сол иман сүйгізілген, иман жүрегіне әсемделген, күпірлік жек көрсетілген, күнә жек көрсетілген, және де пасықтық, бойсынбаушылық, айтқанымен жүрмеу жек көрсетілген адамдар кімдер дейді? Улайка хумур рашидун. Мынаның фағил айтылып жатыр. Міне солар саналылар, естілер, ақылдылар, онысы парасаттылар. Олар осы парасаттылардан болудың критерийлерін Атала көрсетіп берді. Одан артық керек жоқ кітап. Жинап берді Атала. Егер де осы нәрсе менде болса, онда мен бақыттымын. Рамазанда мен осы нәрсені тексеремін. Мен бұл айда күпірліктің, анандай күпірлік, намыт күпірлік, мыналар болмау керек. Яғни шүкірсіздіктің түрлері. Сол үйге келдім да, ауызашарда кеп қалдым, шайтанда бетіп айналып кеп қалуы мүмкін. Тамақ уақытысында піспей қалған ауызашар. Сонымен үйде жаңа әйеліне бағандан пісіріп қоймайсың ба деген әңгіме басталды. Ақылсыздық. Бітті тема. Сол сияқты нәрселер болуы мүмкін. Сондықтан әп-әдемі оразамда бүлдіріп алатын жағдайлар кездесуі мүмкін. Сондықтан тағамнан тыйылдық, судан тыйылдық, сүйіктіңнен тыйылдың. Анау жаңағы осы Рамазанға дейін хат жазып, әлі хитпа да жоқ, әлі не де жоқ, хат жазып жатқанда бәрі тоқтау керек Алла үшін. Сол нәрселердің барлығы Алла күллі нәрседен сүйікті. Алла жеңді. Мен жеңілдім. Осы айда мен толық оған берілдім, кірдім, жаңа тәрбиесіне. Құдай қаласа Алла Тағала сізбен бізді тәрбиелеп шығуына жауап үміттенеміз да. Алла Тағала бізді осы аяттардағы тақуалық халіне, бағанағы Алланы сүю махаббат халіне, Алланы тура жолға салған үшін ұлықтау, Алла Тағалаға шүкірлік халі, әрдайым дұғада болатын халге, Алланың бұйрықтарына жауап беру, шынайы иман келтіріп, парасатты ақылдылардан болуымызды нәсіп етсін. Амин. 1993 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Мысыр еліне сапарында аталмыш елдің президенті Хосни Мубаракпен кездесуінде Қазақстанда ислами жоғары оқу орнын ашуға байланысты екі жақты келісім қабылданды. 2001 жылы Нұр Мубарак Египет ислам мәдениеті атты университет алғашқы студенттерін оқуға қабылдады. 2011 жылы Мысыр Араб Республикасы Уақыптар министрлігінің қолдауымен 4 қабатты жаңа оқу ғимараты қолданысқа берілді. Бүгінде 20 жылдық белесін артқа салған университет Орта Азияда теңдесі жоқ рухани жоғары білім берудің қара шаңырағына айналып отыр. Еліміздегі діни алауыздықтың алдын алып, діни тұрақтылық пен тұтастығын сақтауда қызмет ететін бакалавриат, магистратура және докторантура деңгейлерінде білікті дін мамандарын даярлауда. Соңғы жылдары қоғамда дінге қызығушылық тенденциясының өсуі, жастардың діни білім алуға қызығушылығының артуы, шетелдерде діни білім алуға шектеулердің қойылуы, және қолданыстағы 1000 білім алушыға арналған оқу ғимараты қазіргі таңдағы 2500 білім алушыны қамти алмауы университеттің жаңа оқу ғимаратының қажеттілігін туындатып отыр. Осы мақсатта 2019 жылы
Қазақстан Республикасы Ақпарат және Қоғамдық даму министрлігі және Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қолдауымен 4000 білім алушыға арналған жалпы көлемі 30.000 шаршы метрді құрайтын 9 қабатты жаңа оқу ғимаратының жол картасы бекітілді. 2019-2021 жылдары аралығында құжаттама жұмыстары жүргізіліп, 2022 жылы жаңа оқу ғимаратының іргетасы қаланды. 2022 жылы $1,2 миллион көлеміндегі қаржыға алғашқы құрылыс жұмыстары жүргізілді. 2023 жылдан қараша айында жаңа оқу ғимаратының құрылыс жұмыстары қайта жанданды. Тапсырыс беруші Нұр-Мүбарак Египет Ислам мәдениеті университеті. Бас мердігер Көктөбе стройнедвижимость жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бас жобалаушы Dial Project жауапкершілік шектеулі серіктестігі.